Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге французша еттің ерекше және өте дәмді рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Французша етімізді жасау үшін бізге сиыр етінің фаршы қажет болады. Фаршымызға тұз, аздап паприка және қара бұрыш қосамыз. Пиязымызды үккіштен немесе ет тартқыштан ұсақтап тұрып өткізіп аламыз. Орам жапырағымызды ұсақтап турап аламыз және де бір жұмыртқа қосамыз. Барлығында жақсылап тұрып араластырып аламыз. Орам жапырағымызды, яғни капустамызды қоспас бұрын мен ұсақтап турап алып, бөлек ыдысқа салып, аздап тұз қосып, жақсылап тұрып қолмен араластырып алдым. Тұз қосып осылай араластырған кезде біздің орам жапырағымыз жұмсақ болып шығады. Аз мөлшерде ұн немесе кукурузный крахмал қосып, қайтадан барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл біздің котлетіміздің бірігуі үшін қажет болады. Дәмі жақсы болу үшін біз ұсақталған чесноктан 2 тал қосып жібереміз. Және де барлығын қайтадан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ішіндегі барлық ингредиенттер толығымен араласуы керек, және де тұзын көруді ұмытпаңыздар. Енді формамызды майлап аламыз да, жаңағы фарштарымызды бірнеше бөліктерге бөліп, домалақтап қойып аламыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы фаршымыздың ортасынан осындай орын қалдырып қоямыз. Барлық фарштың үстіне осындай домалақ орын қалдырып кетесіздер. Бұл жерге қазір біз пюре салатын боламыз. Осы кезде духовкаларыңызды 160 градуста қойып қыздыра берсеңіздер болады. Енді біз пюресін дайындайтын боламыз. Осылай картошканы суға пісіріп алып, барлығын жақсылап тұрып еземіз. Езілген картоғымыздың үстіне ірімшік, яғни сырымызды салып, аздап тұз қосып, барлығында қайтадан біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді дайын болған пюрелерімізді осылайынан жаңағы біздің фаршымыздың үстіне жақсылап тұрып қойып шығамыз. Бір стакан суға жарты қасық тұз және де 1 шай қасық томат салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз біркелкі болғанша. Содан кейін жаңағы формамыздың үстіне құйып аламыз. Абайлаңыздар, көп құйылып кетпесін. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп алып, картоптың үстіне салып шығамыз. Және де духовкаға салып 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің французша еттеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.